Барлықтарына сәлем. Мен осы Қонаев атындағы Жамбыл облыстық балалар мен жасөспірімдер кітапханасының тұрақты оқырманымын. Мен осы жерде бірінші сыныптан бастап оқырман болып келемін. Осы уақытқа дейін көптеген ертегілерді, әдеби шығармаларды, өсе келе психологиялық және мотивациялық тұрғыдан көптеген кітаптарды оқыдым. Айта кетсек, әдеби шығармалардан Ердәулет Соқпақбаевтың «Менің атым Қожа», психологиялық тұрғыдан Джон Кихоның «Дүйсеннің айлы» кітабы, ал Қуаныш Оңбайдың «Екінші болма» кітабын оқыдым. Мен дәл қазіргі сәттің өзінде де Бөкейхан Оралдың «Қар қызы» повесті оқу үстіндемін. «Қар қызы» повестісінде бір жағынан қарағанда соғыстан кейін туған балалардың қайғысы туралы айтылса, ал екінші жағынан мүлде бір-біріне ұқсамайтын адамдардың өмірі туралы көрсетіледі. Құрдас болған адамдардың өмірі мектеп тұрғыдан көрсетіледі. Бұл кітап кез келген оқырманды баурап алатынына сенімдімін. Және бұл кітаптың негізінен кез келген жасөспірім және балалар оқи алатынына сенімдімін. Сондықтан да барлықтарыңызға осы кітапты оқуға кеңес беремін және шақырамын.